Қалайсыздар жігіттер, қыздар? Обзорымызды бастаймыз. 2-3 аптадай болып қалды осындай обзор түсірмегелі. 2-3 апта сайын осындай общий рынокқа түсіріп отырам. S&P 500 жайлы. Бұл дегеніміз общий нарық, яғни бұл S&P 500 қай жаққа қозғалатын болса, рынок осы жаққа сол бағыт бойынша қозғалады. Акция жалпы құлайтын болса, көбіне технический компаниялар бірге осымен құлайтын болады. Еще былай да, еще бұл жерде. Например, 1% өссе, бұл қалған акциялар 3-4%-ға дейін өсім береді да. Кейбір лонговые қатты өсетін акциялар олар 15-20%-ға дейін кетіп қалады. Бұл если 2-3% құлайтын болса, онда бұған индекске тиесілі акциялар минималды 7-8-15%-ға дейін құлап кетеді. Сондықтан бұған аса мән берген жөн. Енді бұл жерде екі случай бар S&P 500 бойынша. Қандай случай? Осы сарының ішінде тұрып қалу, мына жерлерде тұрып қалу 4-5 күн. Сол кезде екі бағыт бар, жоғары қарай кету и еще мына жерге дейін құлау. Екінші вариант, ең оптимальный варианттың бірі. Мен ойлап отырмын, осы жерге дейін құлай ма деген сияқты. Осы жерден бастап уже акциялар сатып алсақ болады. Мына жерден стоп-лосс уже мына жерде бізде минус 1,2% болып тұр ғой, 1,11. Яғни біз акцияларды осыған келгенде сатып алатын болсақ, стоп-лосс ол жақтағы акцияларды 3, средний 5% арасында болады. Например, $1000 салдың, $50 минусқа кеттің деген сияқты. S&P 500 бізге ориентир алу үшін. Мен бұған ешқандай да инвестиция салып, ақша салып, ETF-ін сатып алып, ондай нәрсе қылмаймын. Өйткені пайызы аз. Бұған осыған бірге қимылдайтын мен акцияларды сатып аламын. Лучше. Өйткені бұлар мына акция өсетін болса, мысалы, например, мына уақытқа дейін 20% өсім берді. Ал Intel деген акциялар осыған тиесілі 200% берді деген сияқты ғой. Яғни өсім сатма шенесі үлкен пайыздар бізге береді болады. Енді ең оптимальный вариант менде 7308, стоп-лосс 1,5-1,5, 1,1%-ға шығып тұр. Ана өзіңіздің акцияларыңызға, если мынаған сәйкестендіріп алатын болсаңыздар, максималды 5% шығып болады. Средний 3%-дан шығады. Өте стоп-лоссы өте жақсы деп ойлаймын. Өйткені, если мына жасылдық итпеден болса, төмен қарай қиятқа, дәлше былай қарай жүреді, и дәлше төмен қарай мынаған дейін кіріп кетеді болады. Сол кезде құлау ситуация бұл жерде 4%-ға дейін кетіп қалады. Зачем бізге 4%-ға дейін минус ұстап, если 1%-дан минуспен шығып кететін болсақ деген сияқты ғой. Ал мына 4% акцияларға минималды 20% сондай беріп тастайды. Сондықтан 3-4% стоп-лосспен жұмыс жасасаңыз, депозитіңізді сақтап қала аласыз. S&P 500 жайлы айтар ойым осы. Одан кейін криптоға оралайық. Бізде криптодағы ең үлкен актив биткоин. Биткоин қайда қимылдайтын болса, рынок сол жаққа қимылдайтын болады. Бұл енді криптовалютаның S&P 500-ында деп айтсақ та болады. Енді дальше біздердегі ситуация 70 мыңға барама деген ойлар бар еді. Пока енді біздің план орындалмай деп тұр. Бұл жерде де сондай 62 339 осы жерлерде идея бар. Осы жерде лонг кете ма деген сияқты. Если мына жерлерде тұратын болса, 1-4 күн, онда дәл жоғары қарай кетеді. Если тұрмай, просто так қиып, былай қимылдап атса, онда дәлше төмен қарай 59-ға дейін құлайтын болады. 59-дан былай жүріп, дәлше төмен қарай кете ма деген идея бар. Мен сіздерге мынау айтып тұрған идеялар краткосрочный, ал долгосрочный марлармен сатып алғым келеді десе, мен айтам биткоинді осы 43 мың, 42 мың 700 осы бағаны күт. Мысалы, биткоин сатып алғым келеді 3-4 жылда ұстаймын десе, осы баға бізде ең оптимальный варианттардың бірі. 42 мың 700, 42 мың 800, грубо говоря, 43 мың десе, өте жақсы бағалардың бірі. Өз жақта сатып алсақ. Просто ертең адамдар көбісі ойлап қалады, не істеймін, ары бері деген сияқты. 43 осы баға келді, резко бас купить деген болды. Өсіп атқанда лучше кіріп кеткенше, құлап не істеп атқанда кіру керек. Керісінше. Адамдар көбіне өсіп атқанда келеді. Жоқ, өсу емес, құлап атқанда кіріп, еще алдын ала сен жоспарлау керексің. Яғни мен қай жерге дейін құлағанда мен сатып аламын не істеймін деген сияқты болады. Сондай. Енді биткоиннан кейін бізде екінші криптовалюта эфирум яғни құлау бағыты.
Так, эфириумның құлау бағыты енді белгілі. Ол эфириум 1944-тен бастап тұр. Ол сол кезде шартовый екенін білгенбіз. Мына жерге дейін эфириум құлап тастау керек. Минималды осы жерге дейін құлап, осы жерлерде жүріп, сосын барып жоғары қарай росты күтетін боламын. Енді эфирге росттарға әлі үлкен сенімдер бар. 2200-ге дейін мына жерде бізде неше пайыз? 25%-дай рост. Бұл енді краткосрочный росттар, одан кейін мен төмен қарай қайттан мына бағытқа дейін күтетін боламын. Яғни 1100-1200 теңге. Осы жерден бастап, мысалы 3-4 жылға сатып алғым келеді десе, осы жерден сатып алған жөн. Ал жоқ, краткосрочный сатып алып, ертең 3-4 апта, 5-6 апта ұстасам, сондай пайдамен шығам десеңіздер, онда мына жерді таңдаған жөн. Яғни біздер основной екі бағытта жұмыс жасаймыз ба? Яғни мен күн көру үшін краткосрочный сделкамен айналысам. Өйткені менде басқа кіретін табыс жоқ. Мен десе краткосрочный, яғни сатып алам, 1 апта, 2 апта ұстаймын, сатамын деген сияқты. 15-20%. Всегда солай жасап отырамын. Ол маған айлық табысымды беріп отырады. Ал среднесрочный сделкалар орта мерзімдік. Ол бізде сатып алдың, минималды 3-4 ай ұстадың. Яғни 3-4 ай ұстайым десеңіз, мысалы эфириумды 1100-ден алу керек. 1100-ден алдың, оны 2500-ден саттың. Мынау бізде 120%-ық сделка. Яғни сен мына жерге $5000 кірсең, $6000 плюс 5 шығуға болады. Бірақ 3-4 айлап ұстайсың. Бірінші мына жаққа құлау керек, ол ертең құлайым дегенше ноябрь болады. Ноябрьде сатып алсаң, уже мына жерде шамалы тұратыны бар, январь, февраль болады деген сияқты ғой. Сделкалар осындай екі бағытта. Енді долгосрочный сделкаларда бар, бірақ ол минималды 1 жыл, 2 жыл ұстайтын, бірақ сен ақшаңа байланысты. Ол негізі долгосрочный активтерді сатып алып сатуға кімдер айналысады? Қолында 150-200 мыңнан доллардан жоғары адам болсаң, ол кезде соған айналысуға. Қолыңда $50,000 ақшаң жетпейді, оны келіп долгосрочка несетін болсаң, сен ай сайын, жыл сайын бізде инфляция ақшаны жейді. Еще сен пайда ол жерден таба аласың ба, таба алмайсың ба, еще новичок болсаң, сен вообще таппай да алмайсың. Сондықтан саған долгосрочный мен жұмыс жасаған пока керек жоқ. Енді трейдске оралайық. Трейдсте мен акциялармен бөлісіп жүрмін. Мысалы, ана жерде микрон акциясымен бөлісіп, бір күн бұрын 54% құлау жоспары. Яғни қазір хайповый акциялардың бірі. Бұны құлауға себептер көп. Төмен қарай минималды 736 екі бағаны белгілеп қойып, мына жақта екі бағаны көрсеттім осылай. Екі сатып алу бағасы. Если Марлан 4-5 айлап ұстаймын десең, ол кезде 421-ден сатып ал. Осы жақтан сатып аласың, тым болмады дегенде, мына жерге дейін өседі 60% пайда. Примерно құлау уақыты октябрь, ноябрьге дейін құлау керек, осы жерден сатып алсам. Жоқ, мен 2 апталық жұмыс десең, онда мына жерді күт. 337 осы жерден. Осы жерден ұстап, мына жерге дейін ұстасаң ба, мына жердегі бағаға дейін. Бұл бізде краткосрочный сделка 25%, минималды 20-25%-дан пайда алуға болады. Бұл бізде краткосрочный, яғни сатып алдың, 2 апта ұстадың, саттың. Например, мен краткосрочный сделкаларға $10,000 кірдім, 2 апта ұстадым, $2,5. Осындай мен айына 2-3 сделка істеймін, маған кәдімгі айлық табыс сияқты түсіп отырады. Одан кейін мына сделкалар бізге орта мерзімдік. Бұлар уже депозит үлкейтуге. Қолдағы депозит, қолында мысалы $30,000 бар ма? Кіресің бір $10,000 плюс $6,000 аласың деген сияқты. Енді микроны мен сатып алуға кеңес беремін. Одан кейін енді мына жерде мен 3 айға арналған сделка бердім, 200%. Оларды енді өзіме личныйма жазып қана ала аласыздар. Бірге жұмыс жасау арқылы пока мен бұндай сделкаларды Telegram Threadsқа тек мән мағынасын жазып кетемін. Бірақ именно қандай акция екенін маған Telegramға никнеймға жазу арқылы менен сұрай аласыздар. InvestBTS-ке кіресіздер, ішіне кіргеннен кейін бізде админ MRGLNA деп тұр, соған жазасыздар, сол арқылы білсеңіздер болады. Одан кейін енді Tesla, мысалға төмен қарай құлау бағыттары бойынша айтып кеткен, мысалы былай деген сияқты. И сол бойынша кешегі январдан бастап келеді. Бірінші төмен, қайттан жоғары, дәлше төмен. Сол бойынша
үтір нүктесі айнытпай сол бойынша қимылдап келе жатыр. Енді бұл енді 257 бағасын белгілеп кеткен Тесланың. TSLA. Ә, 253, 255 осы бағасын белгілеп кеткен. Осы жерден сатып алып, мына жерден сатсаңыздар болады. Так, примерно осы бағалардан 331, примерно қанша пайызына жерден? О 28-30% бар. Бірақ бұл енді 3-4 апталық жұмыстар. Если Marlon 3-4 айға алған келеді не істейді десеңіз, онда 186-187 нүктесі. Осы жерге дейін барып құлайды, қайттан өседі, и дальше мына жаққа дейін құлайды. Сондықтан просто так сатып ала бермеңіздер, үлкен фондтарға жемтік болып деген сияқты. И так минуста жүрген шығарсыздар. Ол 90-95% вероятность болады. Ол сіздің минустан жүруіңіз өткендеге сіз өткен торговля жасай алмайсыз. Сіз ойладыңыз, счетқа ақша салдым, купить дегенді бастым, мен скоро пайда табам деп. Никогда ондай емес. Сіз, скорее всего, минусқа кетесіз. Өйткені нормально торговать етуге нормально бірінші білім керек, и ол білімді отрабанивание жасауға 3-4 жыл уақыт керек. Содан кейін барып сіз плюсқа шыға аласыз. Одан кейін сіз мен сияқты адамдардың, үлкен фондтардың қармағындағы қармаққа түсетін адам болып жүресіз деп боласыз. Вот сізге айтарым сол. Оқтан ең бірінші білім алу керек, одан кейін барып сол білімді игеріп торговля жасау керек, одан кейін барып сізден бір нәрсе шығады. Оған еш нәрсе шықпайды. Сіз боксқа барсаңыз да, күреске барсаңыз да бірде әлем чемпионы болып кетпейсіз ғой. Хотя ол жерден бірінші орын алмайда 2-3 орында жүру үшін нормально күресе алу керек, нормально бокс жасай алу керек, ол үшін тәсілдерін үйрену керек, не істеу керек деген сияқты. Бұл жақта да сол адамдар ойлайды, просто купить дегенді басам, просто пайда табам. Никогда олай емес, сіз скорее всего үлкен минустарда боласыз. Енді сделкалар көп, сіздерге айып жүрген, естеген деген сияқты. Мынау доллар бойынша да, басқа бойынша да, жақын сделкалардың бізде Nokia білесіздер. Мысалы, адамдар ойлауы мүмкін, долгосрокке сатып алдым, не істедім деп. Мысалға, кейбір уақыттар Nokia-ның акциясы төмен қарай құлап кетті. Сен мысалға бұрын $17 сатып алып қойсаң, 2008 жыл дейді мысалға. 2008 жылы сен $17 сатып алып қойсаң, долгосрок қой, мен сатып алдым ғой деп адамдар айтып отады. Сатып алсаң, мысалы, аяқта 94%-ға дейін құлап кетті. Долгосрогың шықты, мысалы, қолыңда $10,000 бар еді, $400 қалды. 2 жылда. Міне саған долгосрок. Вот. Сен дұрыс сатып алып не істемесең, долгосрогың не осындай шығады. Любой тех компаниялар осындай. 94% минус. Сен қайттан өз ақшаңды шығаруға 2008-де кірсең 2026-да барып тұр. Яғни 18 жылдан кейін барып тұр сен өз ақшаңды шығаруға. Соған дайынсың ба? Просто так сатып алып, осындай 18 жылдап күтуге деген сияқты. Адамдар түсінбейді. Мен мысалға алдында да бір адаммен жолықтым дегенде сөйлесім, Oracle'да сатып алған. Oracle'ды сатып алған. 214 жақтан сатып алған. Жасыл мөгелеп қойған. Мысалы, мен айтайын, 214-ке қашан барады? 214-ке мен айтайын. Мен план бойынша бұл 79-ға құлау керек. Осы жерде тағы тұрады, не істейді? 2027-28 болады. 29-дарда, 2030-да барып қалады. 3-4 жылдан кейін ол барайын деп тұр. Сен оны минуспен сатып қабылда да, лучше жақсы өсетін акцияларға салсаң, оны просто так сатып ала бергенше. 3-4 жылда сен ақшаңды қайттан минусыңды тек қайтарасың, болды. Сен лучше басқа активтерге салсаң, мысалы, ана жақта беріп жүрмін ғой мен. Мысалы, Nokia 7-5-тен сатып алды, 10-нан сатып, 50% пайдаласын. 50% потенциал, 50%. Лучше сен осындайға салсайсың, просто так құлайтын акциялар. Oracle сатып алуға болады, қаяқтан, бірақ 80-нен құлайды, осы жақтан сатып ал. Кіре бермей әр жерден ақшаң қаяқта кеткен таппай қаласың. Концовкасында. Минуске қалай, минус кеткен таппай қаласың. Сол сияқты кете береді. Енді алдағы уақытта еще мен пландап отырған Dual акциясы бар. Так, Dual.
Бұл акциясы 110-ға құлағаннан сатып алуға план бар. 110. Ну, енді 111 деп конкретно сатып ала салған дұрыс. План өсімге, план бізде 161. 161 деңгейі. Ну, осы жерден де кетіп қалуы мүмкін негізі. 161 жаққа. Өйткені бізде долгосрочный активте тұрған активтердің бірі 161-ге дейін пландалған. Осы жерден де кетіп қалуы мүмкін, сразу и былай да кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан сіздер не істейсіздер? Мына жерден кірсеңіздер уже рискованный болады. Сондықтан сіздерге мына жерді күткен дұрыс. Или былай. Мысалға мына жерде бізде 20% екен. Менің ойымша рисковать етудің керегі жоқ. 111-де күт. Если сразу құласа, сатып ал осы жерден и пайдаласын 46%. Сол кезде бір акцияға кіргенде 40%-дан жоғары алсаң, ол нормально. Одан төмен уже менің ойымша сол қызық емес маған. Басқаларға қызық болуы мүмкін, ол сондай. Енді акциялар көп мына жақта сатып аламын не десеңіздер, бірақ мен үлкен акцияларды өзім кірем, яғни 150-200% өсетін, оны тек бірге жұмыс жасайтын адамдарға ғана бөлсем. Былай адамдарға былай бөліспеймін. Былай бөлісетін болсақ, мына жақта сделкалар көп. SpaceX акциясы 50% құлауды жоспарлағанбыз. 175 жақтардан, 178. Сол бойынша пока құлап келе жатыр. SpaceX. Не? 175 осы жақтардан пландағанбыз. Мына жақтан мына жаққа дейін 36% құлап тастаған. Бұдан артық не керек? Мысалы 50% құлайды дедік, 36%. Ол құлаулардан 30% сіз пайда тапсаңыз, ол нормально. Өсулерден 30% жоғары табу керек. Өйткені актив мәңгі бақи құлай алмайды. Акция ол да мәңгі бақи өсе алмайды, бірақ 50-70%, 100%-дан артық өсе алады деген сияқты ғой. Сондықтан жақсы сделкалармен жұмыс жасауға болады. SpaceX бойынша да, CAN бойынша да мынау хайповый акция. Білмеймін, елдер неге кіре береді, акция құлап жатыр екен, енді бұл өсу керек деген понятиямен ешқашан акция өспейді. Оның накоплениясы болу керек, оның жинағы болу керек. Сондай. Бізде енді тағы мұнай саласы бойынша да айтып кетейін. Яғни 102-ге дейін баралды. Соның соотношениесі бойынша доллар кеше 460 сол жаққа дейін баралды. Енді мына жақтарда тұрады деген ойдамын. Осы жақтарда тұрады, несейді, и дальше өсу керек. Менің ойымша сол кезде доллардың 450 сол жаққа дейін құлайтын күтетін боламыз. Жалпы мен основной ақшаны доллармен істеймін, сондықтан маған ол доллар сатып алу не істейді деген сияқты әңгімелер особо қызық емес. Сондықтан маған бұндай доллар бойынша әңгімелер осы қызық емес. Бірақ енді бізде адамдар сатып алып не істейтін болғасын мен ескертіп кетемін. Қай жерден сатып алып не істеуді. Сондай. Енді дальше бізде CAN акциясы жайлы бойынша айтып кеттім. Iron. Енді Iron бойынша мынандай ситуация болған. Iron'ды бір адамға сат деген. И ол адам бірақ маған ренжіді, неге маған сатқыздың, не істедің деген сияқты. Өйткені мына жерлерде мен сат деген, ол төмен қарай құлапты, дәлше қайттан өсіп кетті, и дәлше қайтта құлап кетті. Основной Iron'дікі төмен қарай құлау. Төмен қарай құлау, ол ешқандай талқылаусыз, не істеусіз, ертең 21-22-ге құлағанда, пожалуйста, сатып ал. Ал оған дейін ол төмен қарай құлайтын болады. Хайповый да, әлі хайповый. Бұл еще басқа да данныйлар бар, құлайтын. Одан кейін мына жерде каналка дейін шығып жатыр, не істеп жатыр, еманың астында қимылдап жатыр. Сол бойынша төмен қарай жалпы құлайтын болады. Бұл қай кезде өседі? Мына уақыттарда көп тұрып қалса, мына жерде көп тұрып қалса, яғни бір 3-4 ай, 2-3 ай тұрып қалатын болса, онда дәлше жоғары қарай өсетін болады. Оны алдағы 2-3 айдан кейін көретін боламыз. Осы маған сұрақ қойып кеткен адамдардың жауаптарына осы акцияларды бөлісіп алдым. Iron, CAN деген сияқты. Трейдсқа да салып кеттім, сатып алатын жерлерін. Минуспен тұрсаңыздар, минусты қабылдап сатқан жөн. Лучше оны ұстап отқан шығар деген сияқты. Лучше өсетін акцияларға салып,
сондай іс әрекеттер жасаған жөн. Бүгінге басқа жалпы мен дайындаған нәрселерім осы. Еще SanDiskті абайлау керек. SNDK сіздерге тағы SNDK бұны мен қашан салдым? 53% құлау жоспары 18.07-сі. 10 күн бұрын салған екен. 10 күн бұрын баға қанша болған? 1400-ден болған. Пожалуйста. Қазір 1200. 1400 осы шақтары болған. 10% құқым болып тұр, пожалуйста. Менің планым, мысалға Марлан мен сатып алғым келеді десе, пожалуйста, 648 осы жерді күт. Мына дейін әлі де 40%-ға құлап тастау керек. Вот. Просто так кіре берме. Мынау құлайды. Енді мына жерде чуть өсімдер болуы мүмкін. Былай қарай. Мына жерге дейін қайттан былай қарай құлайды. Бүйтіп құлайды ғой. Құлайды дегенде де сразу құлап кетпейді. Осылайынан құлайтын болады. SanDisk деген сияқты. Micron, SanDisk деген бәрі техникалық компаниялар ғой. Қозғалыстардың бәрі несі. Сондықтан абайлап жұмыс жасаған жөн. Яғни өсіп жатыр екен деп кіріп кетпеңіздер. Мен енді құлайтын болса құлайтын айтам, өсетін акция болса өсетін айтам. Просто так жаңағыдай подписчик жинау үшін, тағы басқа бір нәрсе деген сияқты ол үшін еш нәрсе айтпаймын. Мен бақылап жүрсеңіздер, осы уақытқа дейін қанша сделкалар беріп жүрдім. Иә, ішінде минус кеткен сделкалар бар, бірақ 10% максимум 10-15% ғана. Яғни 85% сделкалар менде плюсовой қарап отырсаңыздар. Минус болса минустарын жазып отырамын, осындай деген сияқты. Сондықтан сол яғни любой жерден кіріп кетпеңіздер, блогерлер нелер айтты екен деп өзінің сатып алатын жері бар. Міне тарс белдеп қойдым, үшеуді күт болды. Өлтіріл осы жерден сатып алатын баға осындай. Яғни сен сатып алдың, 3-4 ай ұстаймын десең, міне осы. Қазір сатып алатын жағдайлар емес. Өткен техникалық компаниялар төмен қарай осы хайповый еще төмен қарай құлап тастау керек. Одан да лучше басқа осының конкуренттеріне или техникалық компаниялар көп өспей қалған. Мен өзім сатып алып отырам, бірақ оны былай әлеуметтік желілерде нелерде бөліспеймін. Кімдермен бөліседі, кіммен бірге жұмыс жасайды, солармен ғана бөлісемін. Ал былай оны просто так бөлісе бермеймін деген сияқты ғой. Вот сол жалпы барлықтарыңызға профит пен шығуларыңызға тілектесін. Хайптарға ермеңіздер, сатып алатын жерлердің бағалары белгілеп кетін, соларды күтіңіздер. Сұрақтар болса, менде Telegram канал бар, InvestBTS деген. Осы арқылы маған жазсаңыздар болады. Админ арқылы қандай сізде вопростар бар, бірге жұмыс жасау мақсатында, басқа да мақсаттар бойынша да жазуларыңызға болады. Любой жерден кіріп кетпеңіздер, әр акцияның, әр криптовалютаның сатып алатын бағасы бар. Барлықтарыңызға профит пен шығуларыңызға тілектесін. Пока-пока.